Ассалаумағалейкум. Бұл видеомызда Пәршет әулетінің ғалымы, данышпанды болған Бенджамин Франклиннің хикметтерінен үзінді көрсетеміз. Аз ғана істеген минетімізді қадірлеген халда видеомызға лайк басып, каналымызға қосылып қойын. Шаршау ең жақсы көпшік. Әр нәрседен наразы адам қолай орындық табуға да қиналып қалады. Өзінде тұқымы жоқ нәрсені сатып ал, һәм адамларға зарар болған нәрселерді сата бастайсыз. Жетіскендіктің кілті будильник астында болады. Я оқуға арзалы зат жазын, яки біреуге сіз хақында жазу үшін арзалы істер қылын. Вақтыншалық қауіпсіздікке ерісу үшін еркіндіктен ваз кешетін инсандар еркіндікке де, қауіпсіздікке де арзымайды. Жетіскендікке ерісу үшін берілген имканиятларға қаншалық тез шықсаңыз, пікір шығаруға да соншалық тез жуылуыңыз керек. Жойтылған уақытты тауып болмайды. Білімге кіртілген ақша ең көп дарамат келтіретін пұлды. Қай жерде мұхаббатсыз шаңырақ болса, сол жерде шаңырақсыз мұхаббат та болады. Үш кісі сыр сақлай алуы мүмкін. Тек олардың екеуі әлдеқашан өлген болуы керек. Итпенен бірге ұйықтаған адам азанда оянып болып өзін шыбырлар қоршауында көреді. Өмірді сүйесіз бе? Онда уақытты бекарға өткерме, себебі өмір уақыттан ібарат. Қыз баланың кемшіліктерін білмекші болсаңыз, оны достарына мақтап көрін. Перзенттеріңізге өз-өзін назарат қылуын, сұрауларға тәсілім болмаулықта, жауыз ілетлерден сақтануды, сап ақыл менен іс тұтуын үйретін. Сонда перзенттеріңізді бақытсыздықтардан асырап қалып, жәмиеттегі жинаятлардың алдын алған боласыз. Сабырлы адам өзі қалеген нәрсеге ерісе алады. Тежеп қалынған бір теңге, істеп табылған бір теңге менен барабар. Әммеміз білімсіз болып туыламыз, бірақ бір өмір білімсіз болып қалу инсаннан көп минет талап қылады. Адалатсыздыққа ұшырамағандар, адалатсыздықтан қиналғандар көбі ашуланбас екен, адалат орнатып болмайды. Бенджамин Франклиннің басқа да хикметтерін каналымызға өтіп көрсеңіз болады.